Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы, сабақтың тақырыбы академиктің стипендиясы. Бүгінгі сабақта тыңдалым мәтін негізінде біз Асқар Жұмаділдаевтың өмір баянымен танысамыз. Тыңдалған мәтін негізінде бір-бірімізге сұрақ қоюға және сұрақтарға жауап беруге үйренеміз. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері: ғылым, наука, ғалым, ученый, ерекше қабілет, особая способность, талмай іздену, неутомимый поиск, еліктеу, подражать, зерттеу, исследовать, жүргізу, проводить. Енді балалар 129-шы бетті ашып, 4-ші тапсырмада берілген мәтінді оқыңдар. Асқар Жұмаділдаев туралы. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Асқар Жұмаділдаев деген кім? Асқар Жұмаділдаев қандай облыста дүниеге келген? Асқар Жұмаділдаев Мәскеудегі қандай оқу орнына түсті? Асқар Жұмаділдаевтың қандай атақ дәрежесін білесің? Сұрақтарға жауап жазыңыздар. 131-ші бетте 8-ші тапсырма: берілген сөйлемдерге сұрақ қой. На 131 странице в учебнике вам даны в 8-м упражнении 5 предложений. К этим 5 предложениям вам необходимо задать вопрос. Соңғы тапсырма: 3 сөйлем құрастыр. Сабақтың басында сіздерге жаңа сөздер берілген. Қазір сіздер жаңа сөздерді қолдана отырып 3 сөйлемді құрастырасыздар. Используя новые слова, составьте 3 предложения. Мысалы, например, мен ғылым деген сөзді таңдадым. Менің сөйлемім, мое предложение. Математика нақты ғылым. Математика точная наука. Осы сөйлемді сіздер жазбайсыздар. Это предложение вы не пишите, составляйте свои. Осымен сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.